Баршаңызға сәлем достар. Осындай әдемі дастарханның көркі, дәмді, пайдалы салаттың рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл салаттың жасалуы өте оңай, қолжетімді ингредиенттерден жасалады. Барлық керекті ингредиенттерді описание бөлігіне жазып қоямын. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Алдын ала қызылшамызды қайнатып алып, дайындап аламыз. Дайын тұрған қызылшамызды алып, осындай үккіштен өткіземіз. Қолымызды абайлаймыз. Енді бізге қажетті қиярымызды алып, ұзынша етіп турап аламыз. Видеодағыдай. Оны да ыдысымызға саламыз. Енді бізге қажетті қайнаған жұмыртқа, ағы мен сарысын ажыратып аламыз да, ақ уызын алып осындай ұзынша етіп турап алып ыдысымызға саламыз. Онан кейін бізге қажетті тауықтың еті, қайнатылған тауықтың етін алып осылай турап аламыз. Және ыдысымызға саламыз. Енді бізге қажетті қызыл пияз, осындай қызыл пияздан гүл жасаймыз. Қолымызды абайлаймыз, видеодағыдай осылай ортасынан бөлеміз. Арасын осылай ажыратамыз пияздың. Енді гүл тәрізді етіп, пияздардың арасындағы араларын ашып, орындарын осылай ауыстырамыз гүл қылып. Неге гүліміз дайын болды. Енді дайын тұрған салатымызға кішкене тұз салып, майонез қосып, жақсылап біркелкі етіп, салатымызды араластырамыз. Енді дайын болған салатымызды ыдысымызға саламыз әдемілеп. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын үккіштен өткізіп осылай бетіне саламыз. Салатымыз дайын болды. Енді гүлімізді ортасына қоямыз. Неге салат өте әдемі шықты. Дастарханға осылай ұсынсаңыздар болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Ұнап жатса каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Барлықтарыңызға ас болсын.